Сәлеметсіздер ме, құрметті магистратураға тапсырушылар? Бүгін біз сіздермен осы тестте жиі кездесетін Ахмет Байтұрсыновқа байланысты сұрақтарды талқылаймыз. Олай болса бастайық. Қазақ тілінің оқыту әдістемесінің негізін салушы әрине Ахмет Байтұрсынов. Дыбыстық әдісті ұсынған әдіскер Ахмет Байтұрсынов. Зерттеуші мен сүгіретшілік әдісі туралы қай әдіс жақсы? Жалқылау әдіс, жалпылау әдіс қай ғалымның мақаласы? Ахмет Байтұрсынов. Баяншы, нұсқаушы, әліппе астары, сауат ашқыш, тіл құралы, оқу құралы қай ғалымның еңбегі? Ахмет Байтұрсынов. Әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаманы болмағы жұмсалатын орынның керек қылуына қарай деген пікірдің авторы Ахмет Байтұрсыновтың қай әдіс жақсы мақаласынан алынған? Ахмет Байтұрсынов қазақша дұрыс сөйлеп, дұрыс жазу, сауатты болудың амалдарын баяндайтын еңбегі оқу құралы. Менің сізге берген мәліметтерім пайдалы болатын болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда сіздерді күтемін.